Өңір бойынша жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүруде. Соңғы 4 жылда 1610 шақырымнан астам жол жаңартылған. Сонымен қатар, облыс орталығында шамамен 335 шақырым жергілікті жол жөндеуден өтті. Сондай-ақ, биылғы жөндеу жұмыстары Талдықорғанның ғана емес, жалпы аймақтың жолдарын жаңартуға бағытталуда. Толығырақ әріптесім Еркебұлан Жақыбай тарқатады. Қаратал ауданына қарасты Үштөбе мен Жаңаталап ауылының арасындағы облыстық маңызды жолдың күйі кеткелі қашан. Аудан орталығына қатынайтындар ақсақ атқа мінгендей күй кешіп келген еді. Енді оның машақаты артта. Қазір мұнда күрделі жөндеу жұмыстары қарқын алған. Бұрын кес-кес жамайтын енді бұрын. Содан президентіміз келген кезде сол кезде біраз жөндеген, одан кейін жөнелген жоқ қой. Мына қазір енді жөндеу жұмысы басталды, қалай қуанып жатсыздар ма? Әрине қуанамыз. Бұрын жолдар енді кішкене қиындау болған, қазір жасалып жақсы болып жатыр енді. Рахмет. Жалпы қанша жыл күттіңіздер осылай жасалған? Мен айта алмадым енді оны. Ең көп осы жолды күттіңіздер ма? Конечно. Осы жол дұрысталса деп. Жалпы облыс бойынша ұзақ жылдан бері күрделі жөндеу көрмей келген жолдар жетерлік. Олардың басым бөлігіне тиянақты жөндеу жасалмай, шұрық тесіктері жамалып келген. Тозығы жеткен жолдардың биыл толығымен жөндеуден өтетінін сала мамандары айтып сендірді. Бұдан бөлек су өткелдері де жаңартылуда. Жалпы бұл жұмыстарды жүргізуге бюджеттен 48 миллиард теңге бөлінген. Жөндеу жұмыстары атқарылатын ұйымдарға келетін болсақ, 152 шақырым облыстық маңызы бар жөнделеді, және де 183 шақырым ауылдың елді мекеннің ішкі көшелері жөнделеді. Ағымдағы жылы облыс төңірегінде жол саласына, жол құрылысының саласына айрықша көңіл бөлініп отырғандықтан басымдық жұмыстардың барлығы аудан орталықта мен облыс орталықтарында жүргізіліп отыр. Ағымдағы жылдың соңына дейін, қыркүйек айының соңына дейін аталған жөндеу жұмыстары толығымен аяқталу көзделіп отыр. Жалпы облыс бойынша автомобиль жолдарының ұзындығы 4035 шақырым. Оның 1050-і республикалық маңызы бар жолдар, қалғаны жергілікті маңызға ие. Еркебұлан Жақыбай, Али Қуанышев, Жетісу телеарнасы.